Ресейдің жоғары лауазымды шенеуніктері өз құзыретіне кірмейтін мәселелер бойынша арандатушылық сипаттағы мәлімдемелер жасаудан аулақ болуы керек. Бұл туралы «Единая Россия» бас кеңесінің хатшысы Андрей Турчак айтты. Андрей Турчак Донецк пен Луганскті мойындамайтыны туралы Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Петербордағы форумдағы мәлімдемесіне баға берген. Ресей Федерациясының мемлекеттік думаның ТМД істер жөніндегі комитет төрағасының орынбасары Константин Затулиннің сөзіне түсініктеме берді. Тоқаевтың Донецк пен Лугансктің мәртебесіне қатысты айтқан сөзіне әртүрлі көзқарас болуы мүмкін, бірақ бұл елдің ресми тұлғаларына бақ арқылы арандатушылық сипатта түрлі мәлімдеме жасауына себеп болмауға тиіс. Константин Петрович алдымен өз комитетінің жұмысына назар аударуы керек еді. Оның ішінде ең маңыздысы бұрынғы КСРО елдерімен қарым-қатынасты нығайту, деді Андрей Турчак. Еске сала кетсек, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Петербург халықаралық экономикалық форумының алаңында Қазақстан туралы қисынсыз пікір айтатын Ресей депутаттарына қатысты шағым білдірді. Мен бірқатар ресейлік депутаттардың айтқанына қатысты наразылығымды білдіргім келеді. Қазақстанның атына мүлдем қисынсыз сөздер айтылды. Мәселен, журналистердің, тіпті мәдениет қайраткерлерінің Қазақстанға қарата айтқан даулы мәлімдемелері дер едім, деді президент.